Ассалаумағалейкум достар. Сандал котел E6, E7 көрсетіп тұр. Қазір ашып көреміз, ошибкасын айтамыз. Көбіне көп циркуляциямен насозбен вентиляторда ошибка болады E6, E7. Қазір ашып анығын айтамыз. Қазір суын төгіп, мынау циркуляциямен насоз деген. Ашып тексеріп көреміз, кейін вентилятордан. Так, оның ішін полный жуып, тазалап. Вентилятор сау хамме жері, бірақ іші шаңға толып қалған екен. Пересостат істеп тұрыпты. Шаң мүмкін емес болып қалған екен. Қолдан келсе шаңын тазаладық, вентиляторды жуып, және кептіріп қайтадан салдық. Расширительный бачокта хауа жоқ, оған хауа береміз. Кейін мынаны бір тексеріп көреміз. Все соңын. Көпшілік котелда бірінші бачок тексеру керек болады да, міне бесвиттің затындай шығып тұр ғой. Обязательно басып көресіз. Міне бастым. Басқанда су шығып кетсе, бачоктың мембранасы тесілген болады міне. Но домалақ зат бачок болады. Бұның ішінде ярымы хауа, ярым су болады, ортада резинка болады. Қазір су хауада есат шықпай тұрыпты, бұған 1,5 атмосфера беруіміз керек. Вентилятор қосып, қазір мощный істеп кетті. Бұның ошибкасы датчик істемей тұрғанда су полный көтеріп кетті. Суын 1,5 барға түсіреміз. Расширительный бачок арттағы жаңа көрсеткенім ішінде воздух қамаған екен, оған воздух бердік. Бәрі четкі істеп тұрды. Главный ошибкасы мына ішінде шаң тығылып, мусор болып қалған екен, тазалап қайтадан салдық. Құда қалесе нормально істеп тұрады котел. Қиналмаған елі.